Жақсылық пен жамандық. Бұрынғы өткен заманда жақсылық пен жамандық деген екі адам болыпты. Бір күні жамандық жаяу жүріп келе жатса, артынан бір атты кісі қуып жетіпті. Екеуі жөн сұрасып, қайда бара жатқанын білісіпті. Ол келген жақсылық екен. Сонда жамандық тұрып: «Жақсылық, сен мені артыңа мінгестіре кетші» депті. «Олай болса» депті жақсылық, «сен қазір мына атқа мін, біраз жер жүріп барып түс, содан соң атыңды байла, әрі қарай жаяу кете бер. Сонан соң мен жетіп атпен біраз жер жүріп, саған тағы байлап кетемін. Сөйтіп баратын жерімізге кезек мініп жетейік, екеуміз мінгессек, атқа ауыр соғар» дейді. Содан соң жамандық атқа мініп алып, сол кеткеннен жақсылықты есіне алмастан кете барыпты. Жақсылық шаршап шалдығып, арып-аршып, кешке жақын бір күркеге келеді. Ішіне кірсе, жан жоқ. Бірақ ортада бір үлкен қазан асулы тұр екен. Айдалада қайнап тұрған неғылған тамақ? Дәм татайыншы деп бір саусағының ұшын батырып, дәм татады да күркенің төбесіне шығып жатады. Бір уақытта қасқыр, түлкі, арыстан үшеуі келіп күркеге кіріпті. Түлкі тамақты көре салып: «Ойбай, мына тамақтан біреу жепті» деп байбалам салады. Қасқыр мен арыстан екеуі: «Кім жеуші еді? Адам келетін жер ме бұл?» деп. Кейген соң түлкі әңгімені доғарып, үшеуі отырып тамақ ішіп әңгімеге кіріседі. Қасқыр, арыстан, түлкі үшеуі көрген білгендерін айтысады. Арыстан мен қасқыр түлкіге: «Түлкі, сен не көрдің? Не естіп, не білдің?» дейді. Сонда түлкі тұрып: «Мен бір жерден бір алтын көрдім. Пәлен деген байдың қыстауының қасындағы жаман қыстаудың ортасында бір сүйем жердің астында жатқан бір құмыра алтынды күнде қарауылдап қарап келемін» дейді. Сонан соң қасқыр сөйлейді: «Мен күнде бір байдың қойының арасында жүрген үлкен ала тоқтыны қарауылдап келемін. Себебі ол байдың ауырып жатқан бойжеткен қызы бар. Қандай ем қылса да жазылмайды, және оның емін ешкім білмейді. Бірақ мен білемін, ол қызды жазатын ала тоқты. Ала тоқтыны сойып, өкпесін жегізсе, жазылады. Оған қоса байдың: кімде-кім осы қызымды емдеп жазса, осы қызымды беремін деген жарлығы да бар. Бірақ оның емін әлі ешкім тауып айтқан жоқ, тауып айта алмайды да». Кезек арыстанға келеді. Ол былай дейді: «Мен де түнде барып бір байдың жылқысының біреуін жеп келіп жүрмін. Ол бай мені еш уақытта ұстай алмайды, өйткені ешбір жылқысы қуып жете алмайды. Жететін бірақ тайы бар. Ол тай пәлен тоғайдағы жылқының ішінде. Сол тайдан басқасынан мен құтылып кетемін. Және ол байдың да жарсалғаны бар. Кімде-кім менің жылқымды жеп жүрген арыстанды ұстап берсе, оған бір үйір жылқымды беремін» деген. Олар әңгімелерін аяқтап, ұйықтап қалады да азанда тұрып бет-бетіне кетеді. Жақсылық үшеуінің барлық әңгімелерін естіп алып, адам емдеуші болып байдікіне келеді. Бай оның түріне қарайды да, осы емдеуші шығар деп ойлап, жоғары шық дейді. Жақсылық отырған соң бай: «Қызыма бала ашып бер» дейді. Жақсылық мақұл дейді де қызды қарап көріп: «Баланы емдетпей босқа қинапсыңдар. Әкел үлкен ала тоқтыны, мұның ауруы соның өкпесінде» дейді. Бай дереу қойшыларды жіберіп тоқтыны алдыртады. Жақсылық қызға тоқтының өкпесін жегізіп емдейді. Қыз жазылады. Ал бай қызын жақсылыққа береді. Бұдан кейін жақсылық бағанағы жаман қыстауға келеді. Қораның ортасын бір сүйемдей қазса, бір құмыра алтын шығады. Оны алып арыстанның айтқан жеріне барады. Барса, бай әлі арыстанды ұстаған жоқ екен. Мұны білген жақсылық байға: «Мен сол арыстанды ұстап берсем, маған не бересің?» дейді. Бай: «Егер ұстап берсең, саған бір үйір жылқы сыйлаймын» дейді. Жақсылық тоғайдағы жылқылар ішінен алатайды ұстап алып, арыстанды күтеді. Арыстан келіп жылқыны алып қаша бергенде, жақсылық әлгі алатаймен қуып береді. Арыстанға жетіп, оны ұрып жығады да байдың бір үйір жылқысын алып қайтады. Неше ай, неше жылдар өткенде бір күні бұған жамандық келіпті. Жақсылық жамандыққа қараса, үсті басында түк жоқ, қайыршы диуана секілді екен. Ол жақсылықты көріп: «Жақсылық жан, мен саған жамандық қыламын деп осындай күйге ұшырадым. Енді сен мені адам қыл. Сен бұл мал-мүліктерді қай жақтан таптың?» дейді. Сонда жақсылық: «Адам баласымыз ғой.
Сен маған жамандық істегенмен мен саған жақсылық жасайын деп өзінің көрген оқиғасын айтыпты. Сонан соң тұрып: пәлен төбеде күрке бар, сен қазір соған жет. Оның ішінде асулы бір қазан ет тұрады, бірақ сен ол еттен жеме. Тек бір саусағыңды батырып дәмін көр де күркенің үстіне шығып жат. Сонда түлкі, қасқыр, арыстан келеді. Сен олардың әңгімесін тыңдай бер. Олар кеткеннен кейін әлгі айтқандарын істесең, сен де мендей бай боласың дейді. Жамандық жарайды дейді де баяғы күркеге барып кіреді. Жақсылық айтқандай қазан толы ет асулы тұр екен. Көзі қызығып кетіп шыдай алмай, мынаның бір жілігін жейінші деп еттен жеп, сорпасынан да 5-6 рет ұрттап алыпты. Сөйтіпті де күркенің төбесіне шығып жатыпты. Бір уақытта түлкі, арыстан, қасқыр үшеуі күркеге келіп кіреді. Түлкі тамақты көре салып: ойбай, мына еттің тоқпан жілігі жоқ, омыртқасы жоқ, сорпасы да аз, біреу жепті дейді. Оған арыстан мен қасқыр: кім жеуші еді? Бұл жерге адам келуші ме еді деп көнбейді. Жоқ, бір бәле бар, мен түс көрейінші деп түлкі жата қалыпты да аздан соң қайта тұрып: осы күркенің үстінде шығайықшы, сонда бір бәле бар секілді депті. Бұл сөзін қасқыр мен арыстан да мақұл көріп, түлкі төбеге шықса, жамандық жатыр екен. Үшеуі жамандықты бас салып жеп қойыпты. Сөйтіп, жақсылық жақсылығынан жақсы өмір сүріп, мұрат мақсатына жетіпті. Ал жамандық жамандығынан ит құсқа жем болыпты.